Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын бал қосылған керемет печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Таза құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. Үстіне қант және де балымызды саламыз. Ендігі кезекте май, шым-шым тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек, немесе микроволновкада ерітіп қоссаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте осы сұйық массалардың үстіне електен өткізілген ұнды екіге бөліп қамыр илейміз. Оның бірінші бөлігін салып, үстіне разрыхлителді қосып, алдымен осындай лопатканың көмегімен, содан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, ешқандай да демалдырудың қажеті жоқ, бірден пайдалана берсеңіздер болады. Қамырды қолымызбен ыңғайға келтіріп, ұзынша етіп, көз мөлшермен бірнеше бөлікке бөлеміз. Дәл осы қамырдан менде 13 бөлік печенье шықты. Қамырларымызды бірнеше бөлікке бөліп алғаннан кейін қолымыздың көмегімен, яғни алақанымызбен қамырларымызды домалақтап алатын боламыз. Барлығын домалақтап болған соң осындай сәбізге арналған терканың насаткасының көмегімен әдемілігі үшін осындай керемет узор жасап алдым. Егерде сіздерде бұндай насатка болмаса, міндетті емес, кез келген узор жасап пісірсеңіздер де болады. Печеньелерімізді алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште 20 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Дәмі аузыңыздан кетпейтін өте дәмді әрі тез дайын болатын керемет печенье. Балаларыңыздың сүйсініп жейтініне сенімдімін. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.